Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді шығатын донор дайындайтын боламыз. Ендеше көп сызбай видеоны бастаймыз. Бізге керек заттар қызанақ, қияр, ет, кетчуп, майонез, фри және де лаваш. Ең бірінші лавашымызды алып оған қиярды, қиярдан кейін ет, еттен кейін фри, фриден кейін кетчуп, майонез, тұзды қосып аламыз. Содан кейін қызанағымызды қосып, жақсылап барлығын бірге ораймыз. Орап болғаннан кейін донерімізді қызып тұрған табаға салып аламыз. Ешқандай май қоспай, асты қызарғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Және де біздің донеріміз дайын болып шығады. Міне осылай болып дайын болып шықты. Донеріміз өте нәрлі, жұмсақ болып шықты. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.